Өткен 2025 жыл давамында 160 мыңнан артық тұтынушылардың құқығы мәмілелері қорғалған. Олардың пайдасына 8 миллиард сом қаржы қайта есап кітап етілген. Қырғызстан Республикасы бәсекелікті рауажландыру һәм тұтынушылар құқықтарын қорғау комитеті тарапынан кең жәмиетшіліктің қатынасуында өткерілген ашық сәубет барысында келтірілген әрбір статистикалық мағлұматлар негізінде инсан һәм оның қадірі менен байланыслы вазипалар орын алған. Және де статистикалық мағлұматлар. Өткен 2025 жыл давамында 700-ге жақын сауда процесінде 1400-ден артық. 2026 жыл бірінші ширегінде 300-ге жақын сауда давамында 500-ден аслан бәсекелікке қарсы әрекетлер анықланған. Қарақалпақстан Республикасы бәсекелікті рауажландыру һәм тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті тарапынан 2025 жылдың жұмағы һәм 2026 жылдың бірінші ширегі давамында әмелге асырылған жұмыслардың барысын кең жәмиетшілікке жеткеру мақсатында өткерілген ашық сәубетлесуде орын алған әрбір мағлұмат бұқаралардың құқық һәм мәмілелерін қорғауға қаратылғанлығы менен ахметлі болды. Комитетіміз тарапынан низам құжаттарының бәсекелікке тәсірін бақылау тәртібі бойынша бәрше хакимліклерде hamda mamlakatlik organlarning normativ hujjatlarning bәсекелікке тәсірін бақылаудың ex-ante ham ex-post usuli bo'yicha xatlaudan turaqli turda o'tkazilib kelinmoqda. 2025 yil davomida ex-ante usuli, ya'ni mamlakatlik жергілікті hokimliklar tarafidan Regulation.uz portalına joylashtirilgan nizomchilik hujjatlarining bәсекелікке ta'sirini baholab o'tkazib, ularga tez tartibda jumaqlar berilib kelinmoqda. Bundan tashqari ex-post usuli bo'yicha 30 mingdan ortiq hujjat uyrenib chiqilib, belgilangan tartibda ular bo'yicha taqdimnomalar kiritildi. Ham taqdimnomalarning o'rinlanuvi barchasi bo'yicha ta'minlanib kelinmoqda. Республикамызда 4 табиғи монополия субъектлері бар. Өткен жылы 9 мәрте олардың жұмыслары үйренілді. Һәм тикарсыз хақы өндіру іспермелер һәм тұтынушылардың кемсілуі бойынша 6 жағдай анықланып, тұтынушыларға 230 миллион сомнан артық қаржы қайта есапланып берілуі тәмінленді. Сондай комитет тарапынан реклама низамшылығы бойынша ғалаба хабар құраллары, интернет һәм сыртқы реклама объектілеріне 1200-ден аслам үйренулер өткерілген. 1000-нан артық ескертулер берілген.